Саған сұрақ қояйын деп отырмын. Рассказ. Мені қандай қасиетің ұнады саған? Енді жаңа мамалар айтып отыр ғой, сабырлығы ұнады. Сабырлықтан басқа Мәдениеттілігің, адамды сыйлайтының. Жалпы әйел адамдар айтады ғой, көбіне. Негізі әйел адамға көбіне внимание деп айтамыз ғой, подарка деп оның бәрі далада қалады. Еркектің вот нағыз еркектігі. Тушенкамен жасалған беш бармағымды менің апаларым мақтап жатыр ғой, молодец Галинам, жарайсың деп. Сол менің оқырман апаларым күшті, өзім сияқтандай күшті бар ғой, бүйтіп күшті сөйлесем ғана апалармен екен от души жақсылық ойлап, күшті сондай жақсы әсерлермен бөлісіп, жақсылық ойлап тұрады да. Қазір себебі көп адамдарда пейілі тар, пәтері кең заман болып кетті ғой. Қазір көп адам өйтіп жақсылық ойлай бермейді. Бір өсіп баратсаң болды, аяғынан тартып тек. Достар, қалайсыздар? Бүгін съемкадамыз. Бүгін Оварайганы түсіріп жатырмыз. Оварайгада уақыт жоқ. Оварайга жасы келген көш, қалың киіне бастаған, сүйіктер сырқырайды. Далада деген қабырық бірақ. Қанша градус? 40 градус бар. 40 градус. Далада 40 градус. Ана сыртынан кейін деп жатсың ба? Асын сыртынан шуба келді ше. Дұрыс, денсаулықтың қадірін түсінетін қыз екен. Жауапкершілігің, любой затты өзің шешім қабылдай алатының. 99 болсаң да, менен бір 10 жас үлкен ер адам сияқтысың, потому что көп әйелдер ер адам кіші болсын, үлкен болсын, жаңағындай еркектігін жаңа выше болып кетеді ғой, мысалы еркектен да. Ол кішкентай үлкенге қарамайды, мысалы көбісі айтады, сен дейтін выше болып жүрген сияқтысың деген сияқты да жазады. Олай емес. Ой, мынау құлап қалсын, мынау бүйтіп қалсын, подписчигің көбейіп батса, лайкың көбейіп батса, активің көбейіп баратса, деп бүйтіп уже араласпай бастап, мәссаған ондай нәрсенің көбін көріп жатырық. Енді біз андай қазақтар деген біздің өзі сондай адамдарымыз ғой. Бірақ менің оқырман апаларым молодец, күшті көремін өзім. Ертең өскенде сіздер сияқты боламын мен де қоясың. Сол пейілімізді тарылтпайық адамдар, Алла пейіліңе қарай береді, ниетіңе қарай береді дейді. Сол үшін пейіліміз кең болсын.